Су тасқынының салдарынан мыңдаған адамдар үйсіз, баспанасыз қалады. Ал мемлекет болса уақытында көмекке келмейді. Сәлем достар. Бүгін біз сендерге «Су тасқыны» деп аталатын керемет фильмге шолу дайындадық. Я должна вернуться. Тише. Фильм келе жатқан дауылдан бастау алады. Оқиға 1953 жылы Жаңа Зеландияға тиісті шеткі аймақта орын алады. Жергілікті кішігірім ауылдың тұрғындары ауа райының нашарлап жатқанына куә болады. Жел күшейе түседі, жаңбырдың тоқтайтын түрі жоқ. Алайда ауа райы жас қыз Жулияны би жарысына баратын райынан қайтара алмайды. Ол жаңа туған сәбиі Эранисті сіңлісінің қарамағына қалдырып, жаңбыр мен қараңғылық арасына велосипедпен кіріп кетеді. Жол жөнекей көлігімен әйелін күтіп тұрған қонақ үй иесімен амандасады. Көп өтпей көлік қызды қуып жетеді. Жолаушы қызды жеткізіп салғысы келеді, бірақ көлік иесінің әйелі қарсы болды. Ауа райы әрі қарай бұзылып жатқанда, Жулия құрбыларымен топ жарып көңіл көтеріп алады, бірақ жергілікті тұрғындардың бірең сараңы кейіпкерімізге ала көзімен қарайтын. Жігіттер оны итеріп жібереді, ал қонақ үй иесінің әйелі мінезін көрсетеді. Жулияны некесіз туған баласы үшін жезөкшеге шығарады. Түнде кеш аяқталған соң күшейіп жатқан жел Жулияның отбасы мүшелеріне сарайды мықтап жапқызады. Отбасының отақасы дауыс шығарып жатқан сиырларды естіген соң құмды үйіндінің үстіне шығады. Ер адам найзағайдың жарқылынан теңіздің суы көтеріліп фермаға келе жатқанын көреді. Ол әйелі және қыздарын келе жатқан қауіпті айтып ескертпек болды. Алайда олар келе жатқан қауіпті кеш байқайды. Олар су үйге кіріп кеткен соңынан кіреді. Жұқа есік суды ұстай алмайды. Үй тұрғындары екінші қабатқа, сосын шатырға шығады. Жулия сәбиді ағаш сандыққа, одеялға орап салып қояды. Бірақ көтерілген теңіз суы бірінші анасын, сосын сіңлісін тартып алып кетеді. Жақындарынан айырылған Жулия өзін жоғалтып алады. Алайда сәбидің айқайы өзін жинап алуға көмектеседі. Сәбимен отырып анасы көрші фермадағы жігітті, нақтырақ әкесін есіне алады. Жігіт ұсыныс жасап, неке сақинасы орнына гайка сыйлаған болатын. Қыздың екі қабат екенін біліп соңынан тастап жоқ болып кеткенді. Жулия баласымен осында түні бойы отырады. Ал су кішірім үйді жан-жағынан бұзып жатқан еді. Таңертең ағыс өлі сиырды алып келеді. Мүйізімен ағашқа тіреліп қалып соңынан ағашты алып теңізге ағады. Құлап кетпес үшін өзін бағанаға байлаған Жулия да суға құлай кетеді. Қызды үйінен және жәшікке салынған ұлынан алысқа ағызып алып кетті. Бұл уақытта жақын жердегі әскери теңіз базасында Альдо атты офицер мемлекетте су тасқынынан соң төтенше жағдай жарияланғанын біледі. Жігіт туып өскен ауылын уайымдайды, бірақ басшылық құтқарушыларды жіберуге асығар емес. Болмаған соң Альдо таныс ұшқышы арқылы лауазымын өз мақсаттарында пайдаланып, жағдайды көруге келеді. Келіп жетіп үйлердің бірі қалмай суға басқанын, және тірі қалғандар әупірімдеп өз бастарын құтқарып жатқанын көреді. Және суда әлсіреп батқалы жатқан Жулияны көзі шалып қалады. Тыпыршылап күші қайтқан Жулия батып жатқанда, Альдо вертолеттен суға секіріп қызды құтқарып алады. Сандырақ арасында Жулия ата-анасының жүктілігі жайлы білгенін есіне алады. Баласын бауырының қарамағында үйде босанған болатын. Қыздар баланың асты үстіне түсіп жатқанда әкесі немересін мойындамайды. Әскери ауруханада есін жиған соң үйге баласын құтқаруға асығады. Ал ештеңеден хабарсыз дәрігерлер тыныштандыратын дәрі салмақ еді. Уколдан басшылықтан әбден ұрыс естіген Альдо келіп құтқарып қалады. Қыз жігітке бәрін айтып береді. Сосын олар бірге жүк көлігімен ауылға аттанады. Жол жөнекей ұзынау созылған төбемен әрқайсысы көмекке мұқтаж аман қалғандар келе жатты. Барлық жан саулағандарға ауруханада орын дайындалып жатты. Тірі қалғандар ішінде кеше түнде үйіне жете алмаған Жулияның әкесі де бар. Онымен Крина атты қыз сөйлесіп, күйеуі жол апатынан қайтыс болғанын айтады. Жулия мен Альдо су шайып кеткен жол алдына келіп тоқтайды. Әрі қарай өтуге мейірімді қайықшы көмектеседі. Барлық бүтін қайық иелері аман қалғандардың қауіпсіз жерге тасып жатты. Трактаның арғы бетіне өтіп, олар тез Жулияның үйін табады. Қыз лезде суға секіріп үйіне бағыт алады, бірақ жәшікке салынған балақай шатырда ендігі жоқ. Кейіпкеріміз есінен танып қала жаздайды. Тек келіп жеткен Альдо өзіне келтіреді. Сонда ол толқын жағалауға шығарып тастаған жәшікті көреді және жүзіп келеді. Бірақ жәшік іші бос болып шықты. Мұнда тек құрғақ одеял болды. Нәрестені біреу алып кеткені анық. Осы нұсқаны алып кейіпкерлеріміз аман қалғандарға қарай жол тартады. Оларда екі жігіт жол жөнекей алып кетеді. Олар су тазалайтын станцияда тапқан денелерін жинап жатты. Мұнда келіп Жулия өлі денелер арасынан өз анасын табады. Сосын олар қонақ үйге келіп, қыз әкесімен қауышады. Отбасынан айырылған ер адам қайғыдан қан жұтады, бірақ сол күйі мойындамаған немересінің тағдырына алаңдамайды. Альдо айналасынан жәшіктен табылған нәрестені ешкім алып келмеді мекен деп сұрастырады. Ешкім білмейді. Иелер келіп жеткендерді басқалармен қосып, тар шатырға орналастырады. Қыз ұйқыға жатқызып Альдо тамақ әкелуге аттанады. Жулия тамақтанып, Альдо қасына жатады. Жатар алдында жұп таңертең іздеуді жалғастыруды шешеді. Түнде Жулия баласының жылағанын естіп оянып кетеді. Қыз айналадағыларды қорқытып, баласын іздей бастайды. Альдо оны тыныштандырып жатқызады. Таңертең ұлын жоғалып кеткендер тізіміне енгізеді. Бірақ та баланың жылаған даусын естіп бөлмені ақтарып іздейді.
Бұл ізденістер айналадағыларға мүлде ұнамайды. Сондықтан Альдо Жулияны таза ауа жұтып өзіне келу үшін далаға алып шығады. Мұнда Альдоның бауыры сол Жулияны тастап сауда кемесіне теңізші болып жазылған, оңбаған келеді. Жулия Альдо су басқан ауданға бауырын іздеу үшін ғана келді деп ойлап, ренжіп кетіп қалады. Уәдесінде тұрмаған күйі кішкене нәресте тауып алған қарт жайлы айтып үлгереді. Кейіпкеріміз қарттың үйіне жол тартады, ал бауырлар соңынан ереді. Жол жөнекей қашқын кешірім сұрап, қарым-қатынастарын қайда бастауға ниет білдіреді. Бірақ Жулия жарты шапалағын кигізіп бас тартады, және сәбиді тек өзінің ұлы екенін айтады. Қыз қашқынға қайта қонақ үйге баруын бұйырады. Ал Альдо су көбейіп, деңгейі көтеріліп жатқанына қарамастан қыздың жанында қалады. Бірақ көп өтпей артқа қайтады. Қыз қарттың үйіне жетеді. Бала жайлы сол күйі айтпай, шатырда итімен бірге шаршаңқылықтар және қатты жаурағандықтан қайтыс болыпты. Кенет Альдо қайықпен қайтып оралады. Бірақ қайық ішін су басып жатты. Сондықтан Жулияның кішкене жұмыс жасауына тура келді. Қонақ үйдің иесі Кринаға қолына ұстаған баласы Жулияның баласы болуы мүмкін екенін айттың ба деп сұрайды. Сөйтсе Кринаның баласы әкесімен бірге жол апатынан қайтыс болыпты. Ал қолындағы баласын таңертең қайтыс болған қарт алып келген болатын. Аналық инстинкті оянған әйел баланы өзінік санап, анасына қайтарудан бас тартқан көрінеді. Әскерилер де келіп эвакуацияны бастап кетеді. Бірінші ер адамдардан бастайды. Себебі бірінші нашар қайықтар келген болатын. Ал әйелдер мен балалар босқа тәуекелге бармас үшін сенімді қайықтарды күтетін. Эвакуация кезінде Крина Жулияның қайтып келгенін көріп, баланы себетке тығып қояды. Жулия қонақ үйдегі балаларды жеке қарап шығуды шешті. Әскерилердің ескертуіне қарамастан әкесімен Альдо көмектесуге қалады. Жігіттің офицерлік шені бұйрықтарда айналып өтуге көмектеседі. Жулия қонақ үй иесіне мұндағы әр баланы көрсетуді талап етеді, бірақ қайықтар келіп қалған соң, әйелдер далаға шығып жатты. Альдо қайыққа отыруды өтінеді, бірақ Жулия ешқайда кеткісі келмеді. Кенет ол ұлының жылаған даусын естіп далаға шығады. Крина балақайдың аузын соскамен жауып басқа әйелге көмектесіп баласын ұстап тұрады. Бұл уақытта қайғыдан қан жұтқан Жулия алдына келеді. Ол өзіне қаратылған жұрттың көздері алдында сәбиді жұлып алады. Бірақ бұл оның ұлы емес тұғын, қыз еді. Бұдан соң Жулия моральдық тұрғыдан сынып қалып, өзін алып кетуге көнеді. Қайық ішіндегілер бұл жынды әйел өздерімен жүзгеніне қарсы болды. Бірақ төтенше жағдайлар кезінде демократия жұмыс жасамайтын. Көп өтпей қайық әскерилер қаппен бөгет жасап жатқан құрлыққа алып барады. Қаптарды судың ағызып жатқанын көріп Жулия жүк көлігіне барып, қап алып көмектесе бастайды. Қызға қарап қалған аман қалғандар да қосылады. Бұл уақытта қонақ үй иесі бұл жерге алысқа кеткісі келіп жатқан Кринаны қуып жетеді және тауып алған баланы Жулияға көрсеттің бе деп қызығады. Крина жынды кейіпкеріміз баланы тіпті жұлып алғанын айтады. Бірақ бұл уақытта басқа әйелдің қызын ұстап тұрғаны жайлы тіс жармайды. Фильм арнайы бөгеттер салынып жатқан архив кадрларымен жалғасады. Дамба құрлам дегенше 18 жыл уақыт өтіп кетеді. 1971 жылы бөгет салтанатты түрде ашылып, қос атқа мінерлерден төтенше жағдайда көмектескен жандар марапатталды. Оның ішінде халыққа баспана берген қонақ үй иелері болатын. Бұл іс-шарада Жулия күйеуі Альдомен бірге қатысқан. Салтанатты жиын аяқталған соң барлық қонақтар тарап кетеді. Мұнда Жулия байқаусыз да жас өспірім баламен соқтығысып қалады. Ол анасы Кринаға бара жатқан болатын. Мұны көріп Жулия күдіктеніп қалады. Сосын әйелге келіп, сол қайыққа отырып жатқанда қолынан қызын тартып алғаны үшін кешірім сұрайды. Бірақ жас өспірім Кринаның қызы жоқ екенін айтады. Жулия әйелді сөйлесуге шақырады. Бірақ Крина ендігі жылап сықтап, әшкеренгенін түсініп, өзі мойындайды. Анасының жылағаны Кринаның нағыз баласының аты берілген. Жас өспірімнің назарын аударады. Крина ұлын шетке шығарып барлығын айтып береді. Бұл уақытта Жулия осы уақытта дейін ұлының тірі болғанын біліп күйеуінің кеудесіне өксіп жылап жатты. Жас өспірім биологиялық анасына келіп барлығын білген соң әрі қарай не істеуді сұрайды. Жулия білмейтінін айтады. Ендігі ер жетіп кеткен соң баласы өзіне қатты бір сезім сезе қоймайтын еді. Қоса өзі де бұл ер жігіттен сол баяғы сүйкімді нәрестесін көре алмайтын. Жігіт сонда да кетіп жатып анасын құшақтайды және жарты жол ортасында не істерін білмей тұрып қалады. Екі жақта да өзін анасымын деп атай алатын екі от ортасында қалып кетеді. Сосын кадр жеке трагедияны артта қалдырып, 1953 жылғы сұмдық су тасқынына себеп болған бөгетті көрсетеді. Сөйтіп сол жерде фильм өз соңына жетеді. Достар, шолу сіздерге ұнады деп ойлаймыз. Осымен біздің видео өз соңына жетті. Келесі кездескенше аман сау болайық.